Сәлем достар, сіздермен бірге ерге бүгін мен сіздерге қыран бүркіттер туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Оның денесінің ұзындығы 93 см болады. Ал қанатын жайғанда 2,5 метрге дейін жетеді. Олар өте мықты әрі шапшаң аңшылар. Бұл құс өзінен әлдеқайда үлкен жабайы құстарды оңай ұстай алады. Көбіне қоян, суыр, күзен секілді жануарларға шабуыл жасайды. Бұлар тіпті қой, елік сияқты жануарларды да аулайды. Бүркіттер күніне 1,5 килограмм жемдік жейді. Ал азық болмай қалса, 15 күнде аз жүре береді екен. Бүркіттер аққу секілді адал құстар. Олар өмірінде бір рет қана отбасы құрады. Тіпті олар жұптасып, әуеде биде билейді. Бұл көрініс тіпті керемет. Біздің елімізде 2000-ға жоқ бүркіт бар екен. Бүркіттердің көру қабілеті өте жақсы. Тіпті 3 километр қашықтықта тұрған қоянды байқап қояды. Ел ішінде бүркіт сіңіргенде отбасындағы бір пәле кетеді деген сенім бар. Бүркіттер улы жыландардың бастарын тұмсықтарымен тесіп, бір рет дәл соғу арқылы оларды аулай алады. Бүркітке түрлі түсті фотосурет көрсететін болсан, ол суретті тұтас емес, кескінді құрайтын миллиондаған түрлі түсті нүктелерді көреді екен. Олар бастарын 270 градусқа бұра алады. Олардың дауысты айғайы иттің үргеніне ұқсайды екен. Бүркітпен аң аулау саятшылыққа жатады. Ертедегі ата-бабамыз бүркітпен саятшылық құрған. Бүркітті киелі құс деп санаған. Оны құс патшасы, көк аспанның төресі деп атайды. Мінекей достар, біз бүркіт туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.